Украина селялы көветлері ишғал етілген Қырымның ғарби ве шимали юнелішлерінде Русава мудафа системлеріне уджум етті. Украина селялы көветлері баштабы Джанкой жыварларында русларының С-400 зенит ракет дивизиясыны, Ахмечит ве Кезлев янында есе эки С-300 дивизиясыны урғаныны таздықлады. Бұл муафақиетлі уджумден соңра Украина баштабы С-300 ве С-400 радарларының чалышмағаныны қайд етті. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх 3 районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнало суттєвих втрат. Руслар адетузре Кереч көпіріні қапатты. Ерлі сакинлері се электрик кесілмесіні ве Кезлев жыварларында яңғынларыны қайдетті. Джанкой ве Джангой районында ерлішкен көйлерде патламалардан соңра яңғын арабалары Москва трассасындан Ахмечитке yol алды. Бүтін геже Рус силахлы хүветлері қалай Рощина yolында нақлиятны қапаттылар. Рус арби аналитиклерінің дегеніне көре Санкедерсін 12 атакамс рокетлері Русларының ава мудафа көветлерінің 31-ci дивизиясына ве ава мудафа системлеріне уджум етті. Ғайыпларнен бағылы чешет түрлі рақабылар сеслендірілді. Олар сырасында радиолокацион системлер, арбей тежизатлар ве аскерлер. Сергей Шойгу ве Андрей Белоусов идережелігінде бұлынған Рус мудафа назирлігі ичбіршей айтмады. Атта бір рокетны біле йоқ еткенлеріні ачықламадылар. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, врать нельзя. И вот этим я хочу закончить. Спасибо. Украина селялы хүветлері ишғал етілген Қырымда русларынан ава мудафа системлеріне қаршы чалыша. En azından 17 апрельден башлап, о вақыт Джанкой арби ава лиманында С-400 комплексі йоқ етілген еді. Бұл Украина ордысының елінде атакым силахларынан пейда улывынен мүмкін олды. Олар бойық мейданларда ерлештірілген мақсатларны йоқ етмек үшін хусусан ава сауынма системлері үшін келеші. Бұл рокетлерге айт олған М-74 арби қысымларыны Ақияр, Кезлев ве Ахмечит ларында тапқан әділер. Йоқ етілген бұқыбы ава мудафа системлерінің еріне дигерлеріні кетіріп, қоймақ руслар үшін ғайт ағыр, хусусан Кереч паром кечтінің бұзылғанындан соңрам. Руслар оларының незареті алтында олмаған Қырым газетасына 300.000 рубле пара жазасы үкіміні чықарды. Ахмечитнің ишғалжы район махкемесі газетаны Рус ордысының дискредитация еткенінде ве Қырымда қанунсыз сеферберлікле бағлы язылар үшін қабатлы таныды. Муаририетнің мақалесінде хусусан Қырым татарларының ишғалжы ордыға қанунсыз сеферберлігі ве Украинаға қаршы женклешмеге керек олмағаны ақта язылған еді. Дегер протоколны есе ишғалжы экстремизмнен күреш меркезі тызды. Анда сөз Санкедерсің яңлыш малюмат тарқатылғаны ақта кетті. Ишғалжилер Бірлешкен Миллетлерінің ишғал етілген Херсон вилетінде қанунсыз же тұтылып ішкенже етілген Қырымлы ақта марузасыны яйынлағанларыны бегенмеді. 17 майыс күні ишғалжы көветчілер Қырым газетасынан баш муарирі ве милимечіс азасы Бекер Мамут ве газетаның құрыжысы Сиран Ибрагимовның евлеріне тынтувнен басып кірді. Бұнен берабер газетаның муаририетінде де тынтув кечірділер. Джамаланың евы Арсений Яценюкның кинотеатры ве Украина миллет векеллерінің дайрелері. Қырымның ишғалжы үкіметі Ярамадада Украина ватандашларына айт да 110 бинаны миллетлештіргенini илян етті. Қырымның ишғалжы парламент рейсі Владимир Константинов айрыжы диқатны Қырым татар ержі Джамаланың мал-мүлкі чекіп алынажағына желп етті. Бұндан евел Рус пропагандачыларының чеким тақымы ержінің евіне келіп комшыларыны сораштырған еді. И ничего, а потом она вот вышла замуж и как-то там уже там на Украине вот стала такая. Ага. А так, хорошая была девка.
Русларның канусыз миллетлештірме фаалиетлері жедвеліне сабық иқтисадият назира Арсений Яценюкнын, Украина юхара шура сабық миллет векілі Лидия Котелякнын, иш адамы Вадим Вайспапирнын, саясетчі Виталий Хамутинникнын ве Ливадияда Зеленскийнің комшыларының мал мүлкі кірді. Шіркетлерге айыт олған малларны да чекіп алмаға планлаштыралар. Олар сырасында Ялта киностудиясы, Ялтадаки отель Бристоль, Платинум банк, Киев Мискбуд, Алуштада Юнус балықлар меркезі ве дигерлері. Декабрь айында Константиновның сөзлерінден 2600 мал мүлк миллетлештірілгені білінді. Хусусан Украина президентінің өмір арқадашына айыт олған Эв Хырым-татар милли межіз бинасы. Хырымның ишгалжы үкіметі білдіргеніне көре чекіп алынған маллардан 700 миллион рубле кәр қазандылар. Бұл параларны Украинаға қаршы жеңке масраф етежек екенлер. Хырымда Украина президенті темсилчилиги хайд еткеніне көре ишгалжы үкіметінің бұл кібі давранышлары ве эранге бір весиқа Украина тарafından kabul etilmей ве ичбір ұқуқи эмиет ташымай.